يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Ассалаумағалейкум, видео сабағымыздың 7-ші бөлімі. Баршамыз Мина алқабынан түнеп болған соң, келесі күні, яғни Зүлхиджа айының 9 күні, ол ең қажылықтың маңызды күні. Пайғамбарымыз айтады, қажылық дегеніміз ол Арафа дейді. Яғни қажылық не деп сұрасаңыз, ол Арафа. Қажылықтың ең негізгісі, ең өзекті жері ол Арафа. Баршамыз Минадан кейін Арафат жазықтығына аттанамыз. Ол жерде де бізде шатырлар болады. Ол жердегі құлшылықтың түрі бесін мен екінті намаздарын қосып оқу. Одан кейін сол жерде имам уағыз айтады. Сол уағыздан бастап, яғни түскі уақыттан күн батқанға дейінгі уақытта баршамыз қолымыздан келгенше дұға жасап қалу керекпіз. Ол жердегі ең абзал нәрсе ол дұға жасау.